көп мөлшерде жеген кезде сен оның зиянын тілмен сезіп тұрсың да. Өте бомбический, ауызды кептіретін зат. Қарап отырсыз қоймайсыз қыз. Менде тактика бар, соның тактика арқасында ұтыласың ғой. Нағала просто білмейді ғой әлі қандай ойынға кірген. Сәлем достар, сізбен бірге Puzzle Life арнасы, менің есімім Али. Мен Алмас. Видеоны түсіріп отқан Мен Әділ. Қарабала. Достар, егер кадрда бөтен осындай дыбыстар болса, Ремонт. мән бермей ақ қойыңдар, біздің көршілеріміз ремонт жасап жатыр. Бүгінгі видеоның тақырыбы жақында біз негізі бар ғой, қазақ ютубындағы видеоларды, орыс ютубының видеоларында, ағылшын ютуб видеоларын барлығын біз көреміз, бақылаймыз, нетеміз. Сонда біз осы қазақ ютубында бір ойынды байқадық, ол су ішіп қойма деген. Негізі ондай видео түсіру мақсат болған жоқ. Алмаз екеуміз отырып көрдік, мен айттым, ол маған изи катка деп. Ұтыласың дедім. Сол, короче, бүгінгі видеода Алмаз ұтылады. Сен ұтыласың, тағы айтып, сен ұтыласың. Құрсын кетіндер өздеріндер, мен жей алмаймын, асқазаным шыдамайды. Солай, короче, бүгінгі видео туды. Ал енді Али Алмас бүгінгі ауызды кептіретін заттарды таныстырып кетсеңдер көрермендерімізге, немене мұнда столда бізде? Чипсы мысалы. Чипсы, сухарик, мынандай кекс, альбени, Паприкамен. тук. Осы туктан сендерге айтам, жестко шөлейсіңдер. Мен жаңа 3-4-өн жедім, мен білмеймін, қазір сендер қалай шыдайсыңдар. Сосын мынандай бір пончик, жеп көрмеппін әлі. Ал егер олар аз болса, міне осындай суфле бар. Ойлап қалмаңдар, бұл ысырапшылық емес, өйткені біз арнайы сол үшін біз мысалы қазір тамақ ішпейміз. Мысалы түскі асты біз ішпейміз, түскі астың орнына оны ішіп аламыз. Осының бәрін біріншіден, екіншіден зияны болмасын деп, оны қайталамай-ақ қойыңдар бұндай видеоны. Негізі. Өйткені біз өзіміздің видеоларымыз... Ол үшін пазл бар. Иә, ол үшін пазл бар, Puzzle Life бар. Біз сондай видеолардың бәрін тексереміз, істейміз. Так, сонымен неменеден бастайсыңдар? Али, Алмас, көршілер зар деп естіп шығады. Короче, мен... Есіместіктен бастайық. Бастаймыз ба? Бастайық. Мен, короче, мне мынадан бастаймын. Осындай густо деген... Мигусто деген мен болып еді ғой бұл. Ну-ка, Али, маған бір альбини тартып жерші, өтініш. Ана, сол, егер ол мигусто деген бұл древний мен бұл. Қазіргі интернет нелері қолданушылар білмейтін шығар оны. Енді кадрға былай, мен мына жерден көріп тұрмын, қандай аппетитный екен. Ал достар, лайктарын басамыз. Кетті, жарыс басталды. Ал мен болсам, мына жерде өзімнің альбинімді жеймін. Кекс дейді ме? Что за новый кекс? Ауызын үшін кәдімгідей байлап тастайды екен ғой. Менде тактика бар, соның тактика арқасында ұтыласың ғой. Кәдімгідей шөлдететін заттарды таңдадық. Кеп болды. Так, Али тауысты. Алмас, что там сенде? Бізде жоғаны қайтып. Бітеліп қалды. Бұл видео қаншаға созылады екен? Қаншаның ішіндегі печенька. Походу мен еще кешкі ас ішпейтін шығар. Міне осындай. Көріп өбірсі қосып қайырса, кешігін кетін етеді. Мен негізі осыны бірдеңке жеп отқан кезде Юрий Дудьтың интервьюларын көріп. Так, бізде бір пончик кетті, туппен, хрустим ба, не болды жәнсі Алмас? Я хрустим. Хрустим кетті. Так, енді бастапқы минуттарда Алмас сезімі қандай қазір? Жақсы тактика болған болады. Али, сенің Сонда айтам сезімі? қай тактика? Тактика, шмактика. Кәдімгідей просто тамақ жеп отқанда жеп отырғанда ол Жіберсін сол. Жеп отырып бәрін қандаш кетті. Міне бұл менің тугым, ол Алиден алынған жоқ, мына жерде менде өзім жеке тук бар. Міне қараңыз, осындай. Қазір енді микрофонға жақындап асмрстың. Қалай кетіп жатыр? пока нормально.
Жоқ, менде сусыз болмайды екен. Жақсы болды мен қатыспағанға бұл ойынға. Тұтатындай болады десің. Өшіп қалушы едім. Ана суға қарап қойыңдар. Қалай сендерге? Суға бір арасына көз қырымен қарап қойсаңдар болады. Біреуде отылатын ой бар ма? Әлде бар. Жотам алмас соңғысы, соңғы чипсы бар ішінде. Ал біттім. Енді альбини аламын. Бұл кәдімгі альбини емес қой, бір ерекше альбини. Бұл кекс альбини, Кекс. вообще басқандай, кәдімгі альбини емес. Не, альбини біттім. Көп үшін. Кішкене де салып отыр. Сол әлі түк жеп отыр. Ай, Алмас, сен тұққа жеткен жоқсың Сен просто. туқты, сен әлі просто жеткен жоқсың туққа. А мен туқты уже почти бітіріп қойдым. Сенің ойынша ең қиыны немене? Менің ойымша Алмас туқ ең қиын. Ауыр Соны жеңіл. Енді өздеріңіз жазып отырыңыз комментарийге, кім ұтады бүгін, Али ма, әлде Алмас па? Бітейін де тапсы. Біреу оны, екеу оны. Шашып отыр тамағын специально. Тактика. Мына тактиканы айтып Осы ғой? жатсың. Алаяқтардың тактикасы. Не, осындай кішкентай ғана бөлек түсіп қалды. Сен маған жетпесін білесің бе соңғы топқа? Так, енді алда Алмазда бір жарты пачка чипсы, бір туқ, Алиде 2 пачка чипсы. Барып су ішіп келейінші деп айтайын деп. Хрустин кетті Алиде. Әлде альбини бар. Мә, организмде глутамат натрия толайын деп тұр бұл. Тұзы көп екен, ерінді ашып жіберіп. Навала просто білмейді ғой әлі. Қандай ойынға кіргенін. Сенде әлі көп. Сен ұрып кетіп, қиналып кеттің. Чипсы, осындай нелерге, сухариктарға біз жоламайтын түріміз бар ғой. Көп уақытта. Тәбетім ашылып кетті, міне өзіме тоже. Айтпақшы, Али, саған рахмет, кеше маған да жеке алып қойды, осылай түсіріп отырып, жеп отырып. Бірақ ерінді ашып жібереді екен шынымен. Не, осы қиын екен. Тұққа қарағанда жеңіліп. Бірнеше минуттан кейін Али дәл сол сұрақты қояды. Мен просто вредный тамақтарды қалай жейтінін білемін ғой. Бірақ мойындандыршы, мені бала кездің арманы осы ғой. Чипсыларды толтырып алып, ешқандай видео емес, жай ғана отырып алып, жеп отырасың. Осы соңғы нелерін қиын кетіп жатқан сияқты түрлеріне қарасам. Енді түсі көп қой енді. Мен де бір атмосферасын сезін қалып осындайларды жеп отыр. Біреуде ой пайда болды ма? Алдындағы суға қарап. Ол ой ең басынан болады. Алмасты өтіріп соқпасын бар ғой. Өзінше мына жерге. Ол ой басынан пайда болады. Су ішкім келеді деп. Бірақ сен ол ойды просто бір жерін қысып отырасың сол ойды. Соңында бір үгітінділер ғана қалды. Жақ қой беріп пен сол ойды. Саған бір салқын, салқын суды алып келіп берейін кішкене. Көздерің қызықсын, бірдеңке экстрим, бірдеңке жарысу, бірдеңке болсын. Бастаймыз. Соңына келдім. Әлі де әлі. Жоқ, соңына суфле бар әлі сенде, Алмас. Суфле, жай ол суфле. Ап тізесін бітіп қалды. Көрінді үшінде қанша көп. Дәл көрін жай, не көрін көрін. Бұл мыналардың бәрі я тамақ емес, ауа просто. Мынау реально тамақ. Жиырма 8. Өте бомбический, ауызды кептіретін зат. Чё уже? Қарап отыршы қоймайсыз қыз.
көз бұрылып қалып қойды өзін. Иә. Не істедің? Жоқ, не істедің? Қиын болып кетті ғой түрім. Жоқ, мен... Зорға қиналып кетті ғой. Сонда айтамын мен не істеген. Зорға жұтқан сияқты болдым ғой. Енді талай уақыт өтті съемкаға, бірақ та бұл екеуі әлі де жеп отыр. Пончик кетті, альбини кетті, тук, чипсы, сухарик бәрі кетті. Екеулердің беттерінде анандай жажда деп жазылды. Пустыня, шөл дала. Өзі тойдыңдар ма? Шөл дегеннен бұрын тойып қалдыңдар ма? Байырда. Мен туктың ортасына тойып қалғам үшін. Қайсынан білмеймін, фрустин жеген кезде той кетті ме? Али аяқтады. Видеоның басындағы веселый Али мен Алмас уже көңілдер жер болып қалды. Чипсыдан кейін адамның жеу қиын де. Туктан кейін жоқ қиын ба? Тоқтан кейін жеу қиын. Екеуі де мойындамай жатыр. Иә достар, мен көп осында жемеймін негізі. Көп жейсің сен, өтірік айтпа. Көп жеген депті. Сол көп жегеннен қиналасың ғой сен. Бізден көп жейді ол. Білесіңдер ме? Мұрнын постоянно бір пластырмен жауып қояды. Сол себептен ғой. Осында беретін тамақта жейсіз. Ол бауырына әсер етеді, бауырынан беттей шығады. 8-ін жердім енді, 20-сы болады. Шынымен де қиын беріліп жатқан сияқты сендерге. Мен кеше ойлап едім, мына алған кезде бұл аздау бола ма деп. Сөйтсек дәл екен. Әлі де кім ұтылатыны немесе ұтатыны белгісіз. Енді бұл ойынды су ішіп қойма емес, құсып қойма деп мүмкін атаймыз. Менде майлы болса жай, сенде майлы, сосын тұзы өте көп. Сен бір моментті ұмытып кеттің. Біздің үйде тұзды ең көп жейтін кім? Сен? Енді мен азырақ жеймін деп кішкене. Запас бар ғой? Қиналып кетті ғой бауырым енді. Қиналып кетті ғой. Деп өзі қиналған деп тұрқыш. Көздер сашын ой жатырқыш. Или до конца жүрем, или екеуміз тоқтайық десе екеуміз тоқтаймыз. Отылғыз келеді. Хитрі, өзі тактикасы бар осындай. Жоқ, құтыласа ол жетіп өтпейді. Жоқ, сен бірге тоқтайық десек, бірге тоқтаймын. Менде альбини бар, қайдан бірге тоқтаймын. Өзіне қарабашы, осыны. Бірге тоқтайық десек, бірге тоқтаймын. Кетейік. Аузына құйып жүрсе, оттым деп. Сен білесің, организмде мощный удар болып. Соны сезіп тұрмын ғой соны. Сенде альбини бар ады. Сен ал төкшінен, қанша кем көріншін? Бұл сен ұмытпа, бұл воздушный. Бұл воздушный, анау сенде прессованный. Мынау бірақ воздушный емес, мынау воздушный емес. Короче, айтаң. Сен альбинин жейсің, сосын не чай болады. Иә, әтпесе сен альбини жемесең, қазір сен ұтылып Бұл қаласың. алмастың предложениясы. Кім жүр? Қазір осы соңында. Қиын ғой, ё-моё. Қаш бізде бетімізде тер шығып жатыр, негізі біз терде кету керек. Әрине өйткені Кеуіп қалдық. судың бәрі тасаланып кетіп отыр. Короче, расты потрачено. Так, бізде не болды? Тұр. Давай. Так, ойынның шарттары бойынша қазір Алмаз ұтты. Себебі Али бірінші шықты. Шебер. Кетті. Бірақ та бір затты ескері қойыңыз. Өйткені Алмаздан да тук әлі де көп, Али тукты до конца жеп қойды. Мен тукты достар полностью жоқ қойдым. Бірақ та Али суды ішіп қойды бірінші. Сондықтан өз ойларыңызды комментарийге жазып отырыңыз. Бұл ничама немесе мен ұттым ба? Өте өте мынандай екі түрлі неді.
екі жақта өте спорный жағдай ұттым деп прям айта алмай жатырмын да соны. Бірақ мен өзімді ұтылдым деп қатты мен білемін, мен бірінші суды ішіп қойдым, бірақ ұтылдым деп айта алмаймын да, өйткені мен Ішіп қойдым, полевой, ұтылдым да полевой. мен зато тукту полностью жеп қойдым. Бәрін жеп қойдым, туктан басқан бәрін. Короче, Комментарий. комментарийге достар жазыңыз. Бір адам бірнеше ойын комментарийге жазса өте жақсы болады. Короче, примерно бір жарты жылдай мен мынандай чипсы, тук, шмук деген бәлеге жақындамаймын. Көп осындай үлкен көп мөлшерде жеген кезде сен оның зиянын өз тілмен сезіп тұрасың да, Ердіңмен. кәдімгі химоза бұл. Қайталанып кетейін достар. Біз осында жеу үшін арнайы 2-3 күн біз диета ұстадық. Арғана үстеміз. Әлидің ойынын білдім, енді Алмас. Мынандай ой қырды. Басқа бәрі осындай болып қалды. Алидің айтқанмен келсем. Ал, сендер үшін ішіп қойайын. Сап-салқын суды. Алмас кадрға ішіп жерсен. Алмастың суы жоқ. Мен точно ұттым. Мә, бауырым. Ал достар, бүгінгі видео сізге ұнаса лайк басыңыз. Алидің қиналған болса. Әдем майлы осындай лайк тоғыз қойыңыз. Әрине кім әлі біздің арнаға жазылмаған болса, міне мына жерде қызыл подписаться деген батырма болады. Ол сұр түске түсі айналсын, сол кезде сіз біздің каналға жазыласыз. Сондықтан достар, көбірек лайк, көбірек подписка, одан да қызықты видеолар сіздерді күтіп тұр. Ал сіздермен достар бүгін болған билеп тұрған Али, Су ішпеген Алмас. және видео түсірген Әділ. Пазылға жазыл.